Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Бауырсақ ТV. Бүгін мен тоң майды қалай шыжғырып алатынын көрсеткім келіп отыр. Біреу білсе, біреу білмейді. Болашақта өзімнің балаларыма үлгі, сабақ болып қалсын деген ниетпен видеоны салып отырмын. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеле кетіңіз. Ең алдымен сойылған малдың сиыр, қой, ешкі болса да, іш майын, бүйректің айналасындағы қалың майларын жеке алып, осылай ұсақтап турап аламыз. Қалың майлардың арасында бездер болады, оларды міндетті түрде алып тастау қажет. Үлкенірек кастрөлге салып, отқа қоя беремін. Әзірге бірінші салған бөлігім ерігенше, келесі бөлігін турап үстінен еселеп сала беретін боламын. Біздің каналымыздан сондай-ақ басқа да рецепттерді көруіңізге болады. Видеолар бөліміне өтіп қарасаңыз болады. Майымыздың қалған бөлігін барлығын ұсақтап турап алып, жаңағы кастрөліміздің үстінен еселеп сала беретін боламыз. Тоң майдың пайдасы өте көп. Ең алдымен табиғи, еш қоспасыз таза май. Ұсақ бауырсақ пісіргенде, илегенде, қамырына, қуырғанда, тосаптардың бетіне құйғанға және де көптеген тағамдарды жасау барысында осы тоң майды пайдалана береміз. Бұзылмайды, көгермейді, ұзаққа сақталады. Бөлме температурасында да, тоңазытқышта да сақтай беруімізге болады. Отқан қойған майымызды араластырып тұрамыз. Бағанағы салған ақ майларымыздан осындай сұйық болып май бөлінетін болады. Май бөлінген бетте бірден алып тастамаймыз. Бағанағы ақшыл майларымыз кішірейіп, көлемі сарғайып, кішірейіп қалу қажет. Салған ақ майларымыз әбден кішірейіп, сарғайған уақытта тоң майымыз қайнатылып, қуырылып болды деген сөз. Қуырылып болғанда көпіршіктер шықпайтын болады. Отымызды өшіріп, ішіндегі шыжықтарымызды жинап аламыз. Өте ыстық болады. Темір ыдысқа сорғытып алған дұрыс болады. Шыжықтарды да тастамаймыз. Оларды қатпарлы нанның ортасына немесе пирожкиға салып, мантының ішіне қосып, бірге әзірлеп жеуімізге болады. Ішіне майдың қоқымдарын қалдырмай, түгелдей сүзіп аламыз. Сүзілген майымызды кастрөліміздің ішінде қалтырып, суытып аламыз. Әбден суыған соң, тоңазытқышқа салып, қатырып алуымыз қажет болады. Кастрөлімізге қатырылған майымызды бір келкі етіп, домалақ күйінде түсіріп алу үшін кастрөлімізді қайтадан отқа 1-2 минут түбін кішкене жылтып жіберсек, оңай шешіліп алынып қалатын болады. Мен өзіме ыңғайлы етіп, 4-ке бөліп, пакеттерге салып қойдым. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Жаңаға әзірлеп жатқан тосабымыз қыста сақтағанда бұзылып кетпес үшін бетіне 1-2 ас қасық тоң майдан тосаптың бетін жапқанша құйып сақтаймыз. Сонда беті көгеріп, бұзылмайтын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Майымыз тосаппен бірге араласып кетпейді. Біраз уақыт өткен соң бетінде қатып қалатын болады. Артық ауаны өткізбейтін болады. Бұл тосаптың дайындалу рецептісі каналымызда бар. Жоғарыдағы сілтемені басып, өтіп көрсеңіз болады. Тоң майымыз дайын, кәдеңізге жарасын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.